Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Осындай логотип көріп қалдым бір сайттан. Соны қалай жасағанын сіздерге көрсетіп үйреткім келеді. Линия алып аламыз. Осылай қойып қоямыз. Мінекей. Линияларды қойып аламыз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 бола берсін. Осыны сгруппировать етеміз. Ctrl-S деп копировать етеміз. Ctrl-F деп вставить етеміз. Дәл үстіне қояды. Осылай бәрін белгілеп аламыз да. Осы инструмент таңдап, былайынан қоямыз. Окей. Көріңіздер. Енді осының бәрін белгілеп аламыз. Ctrl-S деп. Енді жерде бәрін өшірмей қойып. Бәрін шетке ап қояйық. Ctrl-F деп ставить етеміз. И пипеткімен мына цветін таңдап аламыз. Обводкасын өшіріп жасаймыз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, төменде Instagram, TikTok парақшам сілтемесі болады. Құдай қаласа.